Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Нұрзина, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі тез дайындалатын шоколадты пирогтың жасалу жолын ұсынамын. Құрамы мен мөлшерін төменде описание бөлімінде жазып қалдырамын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды және кішкене ванилинімізді саламыз. Оның үстінен қантымызды қосып, миксердің көмегімен массамыз 2 есе ұлғайып, аппақ болып көпіргенше жақсылап шайқап шығамыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін үстінен сұйық майымызды және сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес, және бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып, миксердің көмегімен барлығы біркелкі болғанша жақсылап тағы араластырамыз. Ал енді алдын ала електен өткізіп дайындап қойған ұнымыздың үстінен 1 шай қасық қопсытқыш және жарты шай қасық ас содасын салып, осы ыдысымызды араластырамыз. Енді осы ұнымызды сұйық массамыздың үстіне барлығын бірден салып тастамай, 2-ге бөліп салып, миксердің көмегімен біркелкі болғанша шайқап шығамыз. Менің каналымда шығатын жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ұнымызды араластырып алғаннан кейін ең соңында осы какаомызды саламыз және барлығы біркелкі болғанша миксердің көмегімен араластырамыз. Пирогымыздың қамыры осымен дайын, ал енді пісіретін формамызды дайындаймыз. Мен кольцоның размерін 26-ға қойып алдым. Енді осы формамыздың ішіне жаңағы дайындаған қамырымызды құямыз және алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште пирогымызды 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымыз піскенше шоколадты ганаш дайындаймыз. Ол үшін сары майымыздың үстіне шоколадтарымызды осылай бөліп саламыз және водяной баняда, яғни су моншасында ерітіп аламыз. Немесе микротолқынды пеште ерітсеңіздер де болады. Пирогымыз осылай пісіп шықты. Енді формадан босатып, пирогымызды толықтай суытамыз. Пирогымыз толықтай суығаннан кейін үстінен шоколадты ганашымызды құйып, жақсылап барлық жағына біркелкі етіп, тегістеп жағып шығамыз. Шоколадты ганашымыз жақсы сіңу үшін пирогымызды бір жарты сағатқа қойып қойсақ болады. Көріп тұрғандарыңыздай, пирогымыз осымен дайын болды. Қазір кесіп көретін боламыз. Пирогымыз өте нәзік әрі жұп-жұмсақ болып кесіліп жатыр. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, пирогымыз биік болып көтеріліп пісіп шығады. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Шоколадты жақсы көретіндер үшін керемет идея деп ойлаймын. Егер де менің видео рецептерім сіздерге ұнаған болса, пайдалы болған болса, арнама міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Сонда сіздер келесі шығатын жаңа видеоны бірінші болып көріп отыратын боласыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен болған Нұрзина.